Жеке жағдайың жақсы ма деп сұрайды ғой. Қойып, сіз ренішіңіз бар ма сол кісіге? Ондай нәрсені қойып, халықтық мүддеге бірлесіп жұмыс жасау керек қой. Мен мысалы бір түнмен отырып жасауға дайынмын. Заңға норманы бәрібір енгіземіз, бәрібір оны әрі қарай не қыламыз. Біз бәрі депутаттарға соны қолдау турасында айтамыз. Сондықтан да бұл жерде біз бірлесіп жасайық. Халықтың алдына баратын бәріміз. Ол кісілер де қазір министр ретінде барып жатыр. Бірақ біз, мысалы менің практикамда, мен мына жерге барып кетсем, екінші қайтара тағы барам. Жасағаным мынау, жасай алмағаным осы деп айтып кетуім керек. Біз бәріміздің қазір сол тәжірибені енгізіп жатырмыз. Екінші, биылғы жаздағы маған ұнаған көп тәжірибелі депутаттар, біз тек қана проблемалы объектілерге бардық. Өйткені енді бұны айту керек қой, бұны көрмедік, тұра берсін десек, ол ертең бәрібір бір күні халық айтады. Халық айтқан кезде білесіз, қатты шығады, сондықтан оған жеткізбей өзіміз шешу керек. Асқынады ғой. Базалық қажеттіліктерге. Бұл ештеңе мұқтаж отбасы емес, кәдімгідей мемлекетке қызмет істеп отырған отбасы. Мен айлықты көктен алып отырған жоқпын. Екеуі де ең төменгі жалақы алмайды. Бірақ көзіңізге елестетіп көріңіз. 5 адамнан тұратын отбасы. Әкесі, шешесі, 3 баласы бар. Әкесі, мен қарапайым мысалмен алайық. Алматыдағы Алатау дәстүрлі университеті. Мысалы, енді мен өзім айлығын нақты білетін жерде айтайын. Сол жерде инженер болып жұмыс істейді, оның алатын айлығы 115 мың теңге. Ол ең төменгі жалақы емес. Жұбай, шешелері дәл сол Алматы қаласында бір кітапханада істейді. Мысалы, Чехов атындағы кітапханада істейді. Айлығы 85 мың теңге. 3 балалары бар. Бірінші балалары студент. Бүкіл мемлекеттің игілігін көріп отыр дейік. Біздің министрлік ылғи айтады, біз көмектесіп жатырмыз, жақсы көмектес. Грант игілігін. Студент балалары тегін оқиды. Екінші балалары 5-6 сынып оқушысы. Ол балада мектепте тегін оқиды. Үшінші баласы, мен айтпай қойайын, балабақшада орын жоқ оның. Бұлар да сәтті мемлекеттік балабақшада айына 16.500 теңге төлеп оқып жатыр. Енді жаңа отырып есептедік. Бір ай көлемінде бұлардың кірістері, бұл отбасының 200 мың теңге болатын болса, қарапайым нан, сүт, шай, макарон, жұмыртқа, гречка, ұн, тамақ істейтін май, сары майды кіргізе алмадық, картоп, пияз, тұз, тауық еті қояды мені. Минималды күріш деп есептедік. Мысалы мен айтайын, сүт 810 теңге болатын болса, мысалы бұлар бір айда 5 адам 10 литр сүт ішеді делік дедім. Негіз одан көп 5 адам сүт байлануы. Осылай есептедік. Сабын, тіс жуатын пастысын, кір жуатын ұнтағын есептедік. Оны да минималды есептедік. Сосын қарапайым шығындары оңай картасы 7 мың теңгеден 3 адам қалады. Өйткені олардың көліктері жоқ, автобуспен жүреді. Қарапайым 7 мың теңгеден 4 адамға тариф. Өйткені қазір бәрі интернетте. Біздің тарифімізді бізден сұрамай өсіре береді. Байланыс компаниялар, ол да жасырын емес. Сосын электр қуаты, суы, жылуын төлейді. Және де мемлекеттік бағдарламамен бақтары жанып, ипотекаға 2 бөлмелі үй алған. Керемет. Бірақ оның да ай сайын кредитін ешкім кемсітіп берді, неміз көмектесіп жатқан жоқ. 80 мың теңге оны төлеп отырды. Менде толық есебі бар, мен бұны жазбаша ұсынамын. Сосын енді тағы не дейік? Ұялы байланысын айттым. Балабақшасы бар 16.500. Осыларды қосқанда 254.215 мың теңге болды. Бір әулеттің жоқ дегендегі шығыны. Енді мен сізге қызық айтайын. Бұл әулет біздің министрліктің айтуынша ең кедей әулет емес. Өйткені олардың айлық табысы 200 мың теңге. Бірақ бұл әулет не істемейтінін айтайын. Неге ақшалары мүлдем жетпейтін? Бірінші дәрі-дәрмек ала алмайды. Мүлдем. Біз бұнда қосатын болсақ, ол миллион болып кететін бұның бәрін. Дәрі-дәрмек алмайды, ешқандай витамин алмайды, киім алмайды, бесеуі де. Жалаңаш жүре ме, оны түсінбедім. Канцеляриялық құралдар алмайды, тіпті оны мемлекет берді деп алдық. Айтайықшы, кеңшілікпен. Ешқандай демалыс орындарына бармайды, ешқандай. Тіпті бір балмұздақ да әпермейді баласына айына бір. Сағыз, шоколадты былай қойғанда. Кәмпит жемейді, үйлерінде жеміс жидек ешқандай жемейді, үй жиһазы, техника алмайды. Сары май дегенді жемейді, балық дегенді жемейді, қой еті дегенді жемейді, сиыр еті дегенді жемейді, тіпті шампунь мен крем алмайды өздеріне. Сондағы шығындары 254.215 теңге. Мен осы ретте министрге сұрақ қойғым келеді. Құрметті Светлана Жакупова ханым, сіз өткенде 85 мың теңге жетпейді дегеніме келіспеймін дедіңіз. Мен сізге есептеп берем дедім. Осы Бұқараға енді сол 85 мың теңгені сіз есептеп беріңізші, жеткізіп беріңізші. 85 мың демей-ақ қойын, осы 200 мың теңгені жеткізіп беріңізші өтініш сізден. Бұл қалай, біз қалай ойланып отырмыз бұны? Сондықтан бұл жерде біз билік тарапынан да басқа жерден де
кішкене өтірік айтуды қоюымыз керек. Өйткені ол қазіргі жасап отырған президентіміздің реформаларын тежеуге және жаңа реформалар әкеліп жатқан президенттің беделіне нұқсан келтіруге әкеліп соғады. Енді халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға біздің әлеуетіміз жете ме? Мен енді осыған жаңағы Ринат Рифхатұлының сөзін жалғай отырып, осыған қатысты біз өткен сенбіде өзіміздің комитетімізге қарасты министрлерді тағайындайтын кезде, келісім алатын кезде біз кәдімгі бұл мәселенің бәрін сұрақ қылып қойдық. Жалпы қазақ халқының тағдырлы 3 мәселесі бар. Және осы 3 мәселесін біз 8-ші шақырылым және бүгінгі үкімет ол өзіміздің күн тәртібімізге үлкен әріптермен жазып, соны шешуіне күндіз-түні ұйықтамай, тынбай еңбек етуіміз қажет. Біріншісі жұмыссыздық. Жұмыссыздық деген кезде білімнің сапасы, еңбек нарығының сапасы шығады. Бүгінгі еңбек нарығына сапалы маман, ол ана балабақшадан, ол мектептен, соның сапалы білім алуынан, дағдының қалыптасуынан шығады. Біз еңбек нарығын бөлек қарастырып, мектептегі білімнің сапасымен беріліп жатырған білім, дағды, құзыреттіліктерді бөлек қарайтын болсақ, онда ешқашан біз жұмыссыздық мәселесіне нүкте қоя алмаймыз. Екінші кедейшілік. Жалпы бұл тағдырлы мәселе. Қазіргі таңдағы кедейшілік мәселесінің шешімі ол мысалы мен білетін Финляндияда, бізбен тарихи тағдыр ұқсас Эстонияда өте уақытында шешілді. Біз де шеше аламыз. Жер қойнауы осыншама байлыққа толы мемлекет бола тұра, бізге белгілі бір халыққа деген жанашырлық керек, оның ішінде министрлік тарапынан жанашырлық керек, әкімдік тарапынан тынбай жұмыс жасайтын, тынбай осы өзінің халқын кедейшіліктен құтқаратындай сондай жобалар керек, жүйелер керек. Былтырғы жылы үкімет бір жобаны қабылдады. Біз ол жобамен келіспейтіндігіміз депутаттық корпус айттық. Өйткені ол жобада жүйелі, нақтылы шешімдер жоқ. Мысалы, Қытай мемлекеті кедейшілікті шешуді еңбекпен білімге байлап қойды. Ол жерде кәдімгі білімнің сапасына қатты көңіл аударады. Сонымен қатар әрбір үйден әйтеуір бір нәрсе тігін болса да шығып жатыр. Олар соған экономикалық мүмкіндіктерді берді, өз күндерінде өздерін қарайсыңдар деді. Бірақ ол жердегі стандарт пен сапа өте жоғары. Яғни миллиард Қытай кедейшілікті шешкен кезде біз енді точно шеше аламыз деген ойдамын да. Үшінші мәселе бұл қолжетімді баспана мәселесі. Қолжетімді баспана мәселесі бұл енді кезіндегі отаршылдық кеңес үкіметінің тарихымен тығыз байланысты. Ол кезде жоспарлы экономика болды. Ол жерде негізгі ұлт өзінің ауылдарында өмір сүру керек болды. Инклюзия болмады, сондықтан да бізге қазір қала қазақтана бастады. Жалпы қаланың қазақтануына байланысты Амангелді Айталы марқұм кезінде көп депутаттық сауалдар жолдады, көп сұхбаттарын арнады. Рахат Мамырбай деген журналист Мамырбек осындай зерттеулер жасады. Жалпы баспана мәселесі шешілуі қажет. Біз қазір мемлекеттік билік ретінде нақты әлеуметтік осал топтар, осылар көп балалы, жалғыз басты, асыраушысынан айырылған, екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, мысалы ауған соғысының ардагері, дәл мүгедектігі бар, бірінші, екінші, үшінші да дәрежені топтағы мүгедектерді, мүгедек баласы бар деп, нақты менің ойымша бір 10, әргетсе 15 тобын анықтауымыз керек. Қалған азаматтарға дұрыс орта айлықты енгізе отырып, сол айлықтың негізінде қолжетімді пайыздағы кредитті бере отырып, оны шешуге болады. Ол әлемдегі қаншама мемлекет шешіп отыр. Бағана кедейшілік туралы айтатын болсақ, бізде көп бюджет қызметкерлері мойындағысы келмейді министрлік. Біз өткен шақырылымда да айттық. Работающая бедность деген ұғым бар. Еңбек нарығындағы, заңнамасындағы, зерттеулерінде жұмыс жасайтын кедейшілік деген ұғым бар. Кейбір мемлекеттер бұл ұғымды заңдастырған. Және сол ұғымды заңдастыра отырып, осы ұғымдағы жұмыс жасайтын азаматтардың категориясын анықтап, олар мысалы С2 категориясында айлық алып жүрсе, оларды Б2-ге, Б1-ге көтеру арқылы, базалық жалақысын көтеру арқылы жалпы кәдімгі сапалы өмір сүруіне мүмкіндіктерді қарастырған. Бұл бір таблицадағы белгілі бір сандарды қозғалтудың шешімі ғана. Бірақ бұның артында миллиондаған адамдардың тағдыры жатыр.
осы шешімді қабылдауға келген кезде біздегі құзыретті орган, орталық мемлекеттік орган және жергілікті атқарушы билік органдары соған ерік жігерлері жетпей отырғандығы бізді осындай көңілімізге қаяу түсіреді да, былай қарағанда. 85 мың деп айтқан министрдің орынбасары бәлкім саяси қателігімен, саяси тәжірибесінің аздығымен айтып қалу мүмкін еді да. Бірақ ол келесі күні кешірім сұраса да болатын еді да. Мен жақында ғана келдім, мен мына мәселені шешуге осылай атсалсам деп. Жоқ, бұл кісілер жалпы бұның кәсіби біліктілігі төмен азаматтар алады деп өтірік жалған ақпарат берді. Себебі бұл мәселе кітапханаға байланысты көтерілген. Жоғары білімді 25 жыл жұмыс өтілі бар кітапханашының айлығы 85 мың мен 124 мың көлемінде деген сөз болды. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, 85 мыңға өмір сүрмеу келіспеймін деп айтқан кешегі министрлікке тағайындауға келген үміткердің де біз аузынан өзіміздің құлағымызбен осы сөзді естіген кезде біз де қатты сондай бір реніш білдірдік. Дауыс берген кезде өзіміздің позициямызды білдірдік. Бірақ біз келесі аптаға бұйыртса осы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін күтіп отырмыз. Жеке өз басым мен енді білімге қатысты көп нәрсе зерттеу жасадым, қарадым. Менің оқушыларымның біразы қазір еңбек нарығына атсалысып жатыр. Яғни еңбек нарығы мен білім, ғылым, жоғары білім министрлігі етене тығыз жұмыс жасамайынша, еңбек нарығын сараптап, бізге мынандай маман қажет болады деп, үлкен кәдімгідей зерттеулер жасап, бір-бірімен диалогқа келмейінше бұл мәселенің шешілмеген. Әрқайсысы бөлек-бөлек қазір. Мысалы, мен ұмытпасам, Астана қаласындағы Яндекс таксиін жүргізушілердің 15% мен 25%-ның арасы жоғары дипломды мамандар. Бұл нені көрсетеді? Бұл еңбек нарығын сараптамағандығының белгісі, мектептегі білім мен жоғары білімнің сапасының көрсеткіші және азаматтың соншама уақытын арнай отырып, осы өмірге қажетті дағды, құзырет, академиялық білім ар жағында тәлім тәрбие жатыр, соны алмай шыққандығының белгісі. Түсінесіз бе? Бұны қазбалайтын болсақ, базалы үлкен мәселе шығады.